ойнаудан ақылға ойлауда. Күшік, секіремін ашық, күшікпін күшік, төбет болам өсіп. Әкетай, айтыңызшы, осы су бетімен жүру үшін не істеу керек? Ай, күшігім-ай, су бетімен жүру мүмкін емес. Өйткені ол сұйық. Табаныңмен бассаң, батып кетесің. Бірақ су бетіне кемеге мініп шықсаң болады. Кеме? Ол не, Әкетай? Кеме мұхитта немесе теңізде жүзе алатын көліктің бір түрі. Алғашқы кезде кемені ағаштан жасайтын. Оның үлкен желкені болған. Ал қазір күшімен қозғалатын кемелерді қолданады. Қазір, Әкетай, мен ғаламтордан кеменің суретін іздеп көрейін. Сонда осындай кемемен саяхаттауға да бола ма? Иә, күшігім, болады. Ой, қандай тамаша! Сәлем, күшік. Сәлем, досым. Неге көңіл күйің жоқ? Анашым саңырауқұлақтан сорпа жасап берейін деп еді. Бірақ ол көлдің арғы бетінде өседі. Біз жүзе алмаймыз ғой. Арғы жағаға қалай жетеміз? Дәмді сорпа іше алмайтын болдық. Алақай, таптым. Мен білемін. Иә, кеме көмектеседі. Міне, қарағым досым. Қазір кемеге мініп, көлдің арғы бетіндегі саңырауқұлақтарды. Қандай керемет! Ендеше ертерек барып, саңырауқұлақтарды терейік, досым. Мяу! Сайып балалар, жаңа сөзбен бәріміз, оқу менен жазуды үйренерміз әлі біз. Алақай біз білімді, біз ақылды. Енді не істейміз, досым? Марғау досым, қане? Ауысқанға ән айтып берейік. Сол кезде көңілі көтеріліп, бізге себетті қайтарып береді. Жарайды. Сауысқан-ау сауысқан, ұшып келген алыстан, апам берген көшені, шұқып тауысқан, сені күншілдемейін, ұзын құйрық сауысқан, мен де көше берейін, дос болайық табысқан. Жарайды, бұл жолы саңырауқұлақтарыңды қайтарайын. Алақай! Енді осы саңырауқұлақтардан дәмді сорпа ішеміз. Алақай! Балалар, бүгін біз қандай көліктен таныстық? Трактор ма? Кеме ме? Әлде ұшақ па? Кеме. Дұрыс айтасыңдар, балалар. Кеме.